Сәлем достар, менің есімім Адель. Менің арнамда тәртіп пен даму туралы бейнелерді тамашалай аласыздар. Достар, көбісі сенбіні демалыс күні деп ойлайды, бірақ мен үшін бұл аптаның ең белсенді күні. Бүгін менімен бірге виртуалды сенбі күннің саяхатына шығуға шақырамын. Менің таңым бассейннен басталды. Бүгін жүзуден маңызды жарыс болды. Судың салқындығы бірден ұйқымды ашып жіберді. Жарыс өте тартысты өтті. Бар күшімді салдым. Суда жүзгенде өзімді нағыз балық сияқты сезінемін. Жарыс аяқталған соң тез үйге соғып, сіңлім Аруды алып кеттік. Сосын анашым және Арумен бірге математикаға жол тарттық. Жолда Абай аудармаларын қайталадым. Шілік пенімен бір күн сөйлесіпті. Аллаға сорлы неден жаздың депті. Торғайға да майысып солқындайсың, жел бүлк етсе тебесін әлпеншекті. Аудармаларды жаттап болған соң денемізді жазып алуды жөн көрдік. Кішкене жаттығулар жасап, секіріп бойымызды сергіттік. Сабақ алдында бұл өте пайдалы екен. Міне, менің математика сабағым да басталды. Мен есептер әлеміне кеткенде анашым Аруды дене шынықтыруына апарды. Математикадан соң бізді үлкен тосын сый күтіп тұрды. Біз Қазақстан мен Канада құрамаларының теннис ойынына бардық. Трибунадағы халықтың қолдауы, ойыншылардың шеберлігі бәрі керемет. Өз еліміздің намысын қорғап жатқан ойыншыларды көру маған үлкен мотивация берді. Мен де солар сияқты мықты болғым келеді. Кәсіби теннисті көріп болған соң, өзіміз де кортқа шықтық. Ару екеуміз де теннис үйреніп жүрміз. Шаршағанымызға қарамастан жаттығуды соңына дейін жақсылап өткіздік. Күн батып, үйге қайтар жолда бәріміз қатты шаршаптық. Қарнымыз да аш. Сондықтан үйдің астындағы кафеге кіріп, дәмді кешкі асымызды іштік. Кешкі астана қандай әдемі. Бұл күн өте ұзақ, бірақ керемет қызықты болды. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Кездескенше.